Намаз өте маңызды, өте құнды ғибадат. Хадисте былай делінген: намаздың діндегі орны бастың денедегі орны секілді. Әр пайғамбардың үмметіне айтқан соңғы демдегі өсиеті намаз. Намаз оқу үлкен ғибадат болғандықтан тәрк етуде өте үлкен күнә. Ханбали мазхабында намазды тәрк ету күпір болатындықтан, ал Шафии мен Маликиде үлкен күнә жасаған үшін өлім жазасы берілу керектігі фикх кітаптарында жазылған. Дінімізде намаз оқымаған адам кәпір болмайды, бірақ намаз өте маңызды ғибадат болғандықтан, намаз оқымайтын адамның иманмен өлуінің ықтималы өте аз. Намаз оқымайтын адамның жүрегі қараяды және басқа да күнәларды жасаудан тартынбайтын болады. Сондықтан қандай жағдай болмасын, міндетті түрде намаз оқу парыз. Имам Раббани Хазіреті былай дейді: намаз оқу және басқа ғибадаттарды жасау тек мүміндерге ғана оңай болады. Құран кәрімде иман келтірумен ғибадат жасау мүшриктерге қиын болады, ал намаз оқу мүміндерге оңай болады делінген. Намаз оқымау иманның әлсіздігінен болады. Иманның қуатты болуының белгісі дініміздің әмірлеріне қуана-қуана оңайлықпен мойынсыну. Намаз оқымаудың қаншалықты үлкен күнә екендігін білетін адам түрегеп тұра алмайтын ауру болса да міндетті түрде намазын оқиды. Тұра алмайтын адам отырып оқиды. Отырып оқи алмайтын адам жатып оқиды. Оттың өртейтінін білетін адам өзін қалай отқа тастайды. Жаһаннамнан қашатын жәннатқа кіруді қалайтын адам қалай намаз оқымайды. Хадисте жәннатты қалап Аллаху Тағаланың тыйым салынғандарынан қашпайтын адам қалауында өтірікші адам. Ал жәннатты қалаған адам қайырлы, жақсы істерді істеуге асығады. Жаһаннамнан қорқатын адам харамдардан қашады делінген. Ал енді намазда тәдел арқанға мойынсыну уәжіп. Намаздағы уәжіптердің бірі әдейі тәрк етілсе, ол намазды қайталап оқу уәжіп болады. Хадисте былай делінеді: ұрлықшылардың ең үлкені намазының ішінен ұрлағаны, яғни намаздың тәдел арқанына мән бермей, рүку және сәжделерін толық орындамауы. Адамдардың намазында жүректің дайын болатын кездері ғана жазылады. Көңіл дайын болмаған намазға Аллаху Тағала назар салмайды. Жамағатпен намаз оқу еркектерге сүннети худа, яғни дініміздің негізгі белгісі болып табылады. Себепсіз намазды тәрк ету мүлдем жайыз емес. Әсіресе құптан және таң намазын жамағатпен оқу өте маңызды. Хадисте құптан намазын жамағатпен оқыған адам түннің жартысын, таң намазында жамағатпен оқыған адам түні бойы ғибадатпен өткізген болып саналады. Мұнафықтарға ең қиын намаз құптан және таң намазын жамағатпен оқу. Бұлардың сауабын білген адам сүйретіліп келсе де жамағатқа келеді. Ең құнды ғибадатта намаз. Намаз Аллаху Тағаланың разы болған барлық амалдарының ішіндегі ең құндысы. Ризықтың берекесі, дұғаның қабыл болуына себепші, қабірде жарық, сират көпірінен найзағайдай өткізуші, жәннатта басыңа тәж, иманның басы, көздің нұры және жаһаннамнан құтқарушы. Намаз барлық жақсылықтардың кілті. Намаз оқымау ұрлық жасаудан, құмар ойнаудан, ішімдік ішуден де үлкен күнә. Көптеген хадис шәрифте әдейі намаз оқымаған адамның кәпір болатындығы білдірілген. Амал иманның бір бөлшегі болғанымен намаз тақырыбында ғалымдардың мұндай ауызбірлігі болмады. Намаздың иманнан екендігін білдірген ғалымдар да болған. Осы тұрғыдан намаз оқымау өте үлкен қауіп-қатер болып табылады. Бір адам әртүрлі жамандықтарды істесе, бірақ намаз оқуын жалғастырса, намазын дұрыс оқыса, жамандықтарының көбін, тіпті барлығын тәрк етеді. Өйткені Құран кәрімде намаз Аллахқа қарсы шығудан және әдепсіздіктен, ақылға және дінге қайшы болған әртүрлі жамандықтардан, әртүрлі күнәлардан сақтайды делінген. Намазға кедергі болған жұмыста ешқандай қайыр береке болмайтынын жақсы білу керек. Мына үш нәрсеге берік байлану керек. Бірінші, намазды уақытында оқу. Екінші, харамдардан сақтану. Үшінші, халал жолдан ақша табу. Осы үш нәрсеге кедергі болған нәрселерді тәрк ету керек. Ислам ғұламалары әртүрлі шүкірді намаз өз ішінде жинақтаған деген. Ұлы ғалым Абдуллах Дахлауи де былай дейді: барлық ғибадаттар намаздың ішінде жинақталған. Бірінші, Құран кәрім оқу. Екінші, тәсбих айту. Үшінші, Расулуллахқа салауат айту. Төртінші, күнәларға истихфар айту. Бесінші, мұқтаждықтарын жалғыз Аллаху Тағаладан сұрап, оған шүкір етіп, дұға ету, яғни Фатиханы оқу намаздың ішінде.
Одан басқа ғибадаттар да бар. Талдар, шөптер намазда тұрғандай тік орналасқан. Жануарлар рүку халінде. Жансыз заттар да намазда қадақ отырысында отырғандай жерге төселген. Намаз оқитын адам осылардың ғибадаттарының барлығын жасауда. Аллаху Тағала сіздер мен біздердің намаздарымызды бүтін қылсын. Әмин.